болатынына сенемін. Мен сенің санаңды баптайтын нәрсеге сенемін, сонда аласың. Менің өмір сүрген жылдарым маған осыны үйретті. Мен мұны қалай істейтінімді және қазір біздің компанияда мұны қалай істегенімізді айтатын боламын. Бүгін мен аздап алғым келеді маңызды нәрселер жоспарлау туралы айту. Мен сізге біраз алғым келеді алдымен қызықты нәрселер айту. Сен тағдырдың бар жоғына сенесің бе? Жоқ па? Сенада бар ма? Жоқ па? Сәттілік бар ма? Жоқ па? Білмеймін. Бірақ мен бұған сенемін. Мен бұған шынымен сенемін. Мен олардың бар екенін қайдан білдім? Егер сіз мұқият талдасаңыз, сіз оларды түсінесіз. Бірақ бұл жерде отырған сөз емес, біреудің жолы болды, ал менің жолым болмады. Бірақ біреу батасын алды. Мен әйтеуір батасын алдым. Қазір бұл туралы емес, қымбаттыларым. Қазір бұл туралы емес. Шын мәнінде мен өзін өзі ұстайтын адамның жолы болатынын айтқым келеді. Және назар аударыңыз, өзін өзі ұстайтын адамның жолы болады. Мен байқадым. Адам тамақ пісіргенде, адам психологиялық тұрғыдан дайындалғанда, адам рухани дайындалғанда, адам эмоционалды түрде дайындалғанда. Сен білесің бе, оның жолы болады. Ол шынымен бақытты болады. Сен білесің бе, адам қашан кәсіби түрде дайындалады деп айта алады. Сенде бәрі болу керек. Мен, мысалы, мүмкіндіктері бар, өмірі бар адамдарды көрдім. Оларға мүмкіндік берді. Бірақ олар бұл мүмкіндіктерді пайдалана алмады. Өйткені олар кәсіби түрде дайын емес еді. Немесе олар басқаша болды. Мүмкін білімі бар, бірақ рухани зеректігі жоқ. Жетіспейтін адамдар болды. Моральдық құндылықтар. Оларда мұндай нәрсе болған жоқ. Білесің бе, олардың шыдамы жетпеді. Және олар эмоционалды түрде дайын болмағандықтан, соңына дейін жетуге шыдамы жетпеді. Олар жарты жолда тастап кетті. Сәйкесінше ұтылған жоқ. Бұл да болды. Мен шынымен де көп нәрсені көрдім. Міне, мен қазір назар аудардым. Сен екеумізге ең бірінші түсінгенімді, қалаймын, сәттілік бар, бірақ өзін өзі ұстайтын, эмоционалды дайын, психологиялық дайын, кәсіби дайын деп айтуға болатын, рухани дайын және бұл шынымен де солай. Жарайма, мен айтқым келетін бірінші нәрсе осы. Енді назар аударыңыз. Екінші, кітаптың діни қызметкері. Сенің дінің, қасиетті кітабың қандай болса да, талдап көр. Олардың бәрінде адамның тағдыры оның туылғанға дейін жазылғаны айтылады. Мен мұсылманмын. Құранда тафсирді оқығанда, ол адамның тағдыры балаға әлі 120 күн болған кезде жазылған деп жазылған, орындалды. Яғни балаға жан берілгенде, ол қозғала бастайды. Онда айталық, иә, дәл осы сәтте 4 ай болды. Иә, айталық, бұл туралы барлық әйелдер біледі. Содан кейін нәресте не бастайды? Қазірдің өзінде құрсағында белсенділік танытып жатыр. Сол кезде құдіреті шексіз Құдай не береді екен? Періште келіп, өмір сыйлаған кезде. Ол Құранда 4 нәрсенің берілгені туралы жазылғанын оқыды. 4 нәрсе. Оның біріншісі берілген. Бұл адамның қанша жыл өмір сүретіні жазылған. Яғни жылдар қазірдің өзінде берілген. Біреуге сонша және Б берілді. Осыншама жыл өмір берілген. Ол шығады. Ал екіншісі оның үлесіне беріледі. Содан кейін оның күрт. Оның үлесі, сондықтан ол осы жылдары өмір сүре алады. Ол өмір сүруі керек. Бірақ бұл, енді елестетіп көріңізші, берілген өмір жылдары, берілген үлес. Енді үшіншісіне оның таланты берілді. Оның, айтайық, солай ма? Дәл солай, Құдай күш берді, Құдай талант берді деп айтуға болады. Сол талантты пайдаланып, ол оны өз үлесімен табалады. Өйткені Құдай бізге тәуекел берді, үлес берді. Бірақ ол оны еңбек арқылы, еңбекке қабілеттілік арқылы берді. Оны алып, тастау үшін еңбек ету керек. Сонда ғана алмайсың, және төртіншісі, сәйкесінше, сенің балаларың мен бақытың болады ма?
детей и счастья и так далее, подложа руками эти вещи не делаешь. Өйткені сен бұларды қолыңмен істемейсің. Енді назар аудар. Мен талдап, ойладым. Осының негізінде қызық нәрсе. Осыдан 3 маңызды қорытынды шығарды және сіздермен бөліскім келеді. Бұл тұжырымдар. Біріншісі, періште келіп, тағдырды жазады дейді. Яғни ол шығады. Кейде олар айтады. Бұл оның либасында жазылған шығар, немесе бір нәрсе бар шығар. Олар солай дейді. Солай ма? Сен осындай сөз тіркестерін естіген шығарсың. Олар шынымен солай айтады. Енді назар аударыңыз. Солай болып шықты. Мен отырдым деп ойладым. Дәл осы анықтама. Бұл дана адамға өте жақсы кеңес. Бұл түсінетіндерге керемет кеңес. Демек, адам өзінің болашағын өзі жоспарлай отырып, қаламның ұшымен жасай алады екен. Білесің бе, жоспарлай отырып, сен өмір жылдарын көбейте алмайсың, қысқарта алмайсың. Оны Құдай берген, анықтаған. Бірақ сен өмір сүру сапасын нақты бұйырасың. Сен елестетесің. Өмір сүру сапасына қатты әсер ете аласың. Бұл басқаша айтқанда, бұл жыл бәрібір өтеді. Егер Алла бізге өмір сыйласа, Құдай бізге өмір берді, ол бәрібір өтеді. Бірақ бұл жылды қалай өткізу сапасы тек әр адамның өзіне байланысты. Сенің өмір сүріп жатқан өміріңнің сапасы өзіңе байланысты. Мен бұл керемет анықтама деп ойладым. Демек, егер сіз бен біз өмір сүріп жатқан осы дүниені, қолданатын телефондарды, киетін киімдерімізді, тұратын үйлерімізді, мінетін көліктерімізді, ұшақтарымызды қарасақ шығады. Біз ұшамыз. Мұның бәрі бір кездері болған, қағазға түсірілген. Содан кейін шындыққа айналған ойлар. Назар аударасың ба? Иә, бұл әдеттен тыс болып шығады. Бұл өте ерекше болып шығады. Міне, егер сіз талдасаңыз, біздің өмірімізде бәрі 3 рет пайда болатынын көресіз. Бәрі 3 рет пайда болады. Алдымен оның басында идея, ой, ниет, кіріспе түрінде пайда болады. Яғни, сіз алысты көресіз түрінде пайда болмайды. Білесің бе? Екіншіден, содан кейін сіз бұл ойды қағаз бетіне түсіре аласыз ба? Сол сияқты нысана, сол сияқты жоба, сол сияқты жоспар түрінде. Ал 3-тен бірі шындық. Мұны өзіңе жаз. Өзің үшін маңызды сабақ ретінде белгіле. Біздің өмірімізде бәрі 3 рет пайда болады. Ол алдымен басында А түрінде пайда болады. Идея немесе А түрінде ой. Содан кейін ол А түрінде пайда болады. Жоспар. Яғни бұл қағаздағы жоба деп айтуға болады. Содан кейін ол шындықта пайда болады. Басқаша айтқанда, менің айтайын дегенім, сіз қағазға түсіре алған идеяларыңыз ғана өмір сүре бастайды. Қағазда жобалай алған ойларыңыз ғана жүзеге аса бастайды. Қағазға түсірмеген ойларыңыз, қағазға түсірмеген идеяларыңыз, ол сейіліп, ұмытылады, бітті. Сен оны ұмытасың. Бұл адамның түсінуі үшін өте маңызды рөл атқарады. Мен саған не айтқым келеді? Сен қағазға түсірген кез келген ой өмір сүре бастайды. Қағазға түсірген кез келген ой өмір сүре бастайды. Бұл өте керемет философия және керемет түсінік. Оны түсінетін адамдар, олар қол жеткізеді. Енді формуланы көрейік. Мен бұл идеяны саған жеткізе алар едім деп ойлаймын. Неге қағазға бәрін жазу керек? Міне, назар аудар. Енді формула солай. Мен кейде өмір сүруді армандаймын деген бірде-бір баланы көрген емеспін. Мен бірде-бір баланы көрген емеспін. Мен сонда өсуді, сәтсіздікке ұшырауды армандаймын. Сен де көрмегенсің. Мен сенің бір жерде армандайтын адамдарды көріп тұрғаныңа сенбеймін. Мен өсемін, сәтсіздікке ұшыраймын. Мен бұған сенбеймін. Керісінше, сен үнемі балаларды көресің. Мен өсемін, танымал боламын, табысты боламын, бай боламын, және олар бұл туралы армандайды. Мен өсемін,
сәтсіздікке ұшыраймын, немесе кедей боламын деп айтатын адамдарды ешқашан көрген емеспіз. Біз ешқашан көрген емеспіз. Мен, әрине, көрмедім. Енді назар аудар, енді қара. Бірақ ересек өмірде іске асырылған адамдар көп пе, әлде іске асырылмаған ба? Іске асырылмағандар өте көп. Көпшілігінің себебі неде? Адамдар жүзеге асырылмайды ма? Бірақ олар өмірден не қалайтынын шеше алмайтындықтан. Егер адам өмірден не қалайтынын нақты білмесе, оның өмірі қалай болса солай өтеді. Өзіңе сұрақ қояйық. Көпшілігі адамдар армандағандай өмір сүреді ме, әлде қалай болады? Ең алдымен, көпшілігі қалай өмір сүрсе, солай өмір сүреді. Неге бұлай болып жатыр? Олардың өмірі, олар армандаса да, өсуді армандаса да, одан да көп нәрсеге қол жеткізу. Неге бұлай болып жатыр? Себебі адамдар, олар өз өмірлерін не әкелетінін білмейді. Адамдардың көпшілігі мақсат қоюды білмей қалады. Олар табысты болғысы келсе де, өмірлерінен қалай өту керектігін білмейді. Енді назар аудар. Ең бірінші тілек келеді. Бай өмір сүргісі келеді. Бай өмір сүргісі келеді. Бақытты болғысы келеді. Сүйікті әйелі, сүйікті күйеуі, сонда белгілі деп айтуға болады. Және Т, Б және ИТС тілек. Бірақ тілек, ол әрқашан орындала бермейді. Егер сізде қалам, мен қағаз болса, жазайық. Бірінші мәселе, тілек, яғни тілек, импульс, итермелейтін қайнар көзі. Өйткені тілексіз ештеңе болмайды. Тілексіз сіздің өміріңізде мүлдем ештеңе болмайды. Осылай сөйлесейік. Егер қалау болмаса, тіпті білім де жұмыс істемейді. Егер адамның өзі бірдеңе жасағысы келмесе, қанша айтсаң да, ол ештеңеге қол жеткізе алмайды. Білесің бе, қалауы жоқ адам, оның векторы, бағыты, ол төмен. Әп сәтте сіз үнемі шағымданатын, үнемі депрессияға ұшырайтын адамдарды көрдіңіз. Олардың көңілі толмайтынын айта аласыз. Бұл олардың өмірінің бағытының векторы төмен екенін білдіреді. Ал егер бағыт векторы төмен болса, ол адамға көмектесуге тырыссаңыз, ол сізді сүйреп апарады. Не айтсаң да, ол сенің көмегіңнен бас тартуға мыңдаған сылтау табады. Мың, білесің бе, жай сылтау. Ол сенің көмегіңді елемеу үшін көптеген сылтаулар табады. Егер сен оған өз кәсібіңді аш деп айтсаң, ол дағдарыс мүмкін емес дейді. Егер сен мақсатыңды жақсы жоспарлаймын десең, ол Құдай бермесе ештеңе болмайды дейді. Ол мыңдаған сылтау табады. Білесің бе, егер сен айтады, ал сен бақыттысың, сондықтан оңай сөйлейсің. Егер сен менің жағдайымды білсең, қарар едің. Егер ол жақсы десе, сол кезде мансап құр. Ол жоқ дейді. Дәл қазір сені қолдайтын әділ адамдар жоқ. Ол сенің қолыңнан бас тартуға мыңдаған сылтау табады көмектесіңдер. Өйткені оның төмен бағытталған векторы бар. Сен тек тілегі бар адамға жоғары бағытталған векторға көмектесе аласың. Өйткені ол жоғары ұмтылады. Ал сен аздап итерсең, ол өседі. Сен оның қолын ұстап, көмек беріп, оны оңай шығарып аласың. Ал кімде векторы төмен болса, оның ниеті, санасы барлық жамандыққа бағытталған. Сондықтан қайнар көзі, бәрі сенің қалауыңнан басталады. Өз өмірін өзгертуге деген ұмтылыс, өз фигурасын жақсартуға деген ұмтылыс, қарым-қатынасты жақсартуға деген ұмтылыс, кірісті 2 есеге, 3 есеге арттыруға деген ұмтылыс, өзінің талантын ашуға деген ұмтылыс, өзінің жағымсыз әдеттерін жеңуге деген ұмтылыс, өз жағдайын өзгертуге деген ұмтылыс айтуға болады. Өмір сүру сапасы сөздің өз баспанасы және тілек бастапқы нүкте. Тілексіз ештеңе болмайды. Бірақ назар аударайық. Сен мені түсінесің. Тіпті қалау болмаған кезде білім де жұмыс істемейді. Бөлмемді қалай жинайсың?
Ол білмей ме, бөлмесін қалай жинауға болады? Иә, ол жақсы біледі. Мысалы, кейбіреулеріміз жаттығудың пайдалы екенін жақсы білеміз. Көпшілігіміз несие алудың зиянды екенін білеміз. Көпшілігіміз кейбір нәрселерге заң тыйым салады, дін тыйым салады, адамгершілік тыйым салады. Бірақ адамдар мен адамдар тыйым салады деп түсінеміз. Өкінішке орай, солай. Мен сенің түсінетініңді түсінемін. Тіпті қалау болмаған кезде білім де көмектеспейді. Сен, мысалы, тілдерді, алдарыңдағы тілдерді үйренудің жаңа мүмкіндіктерге жол ашатынын анық білесің. Ақшаны үнемдеу, ол саған ұзақ мерзімді перспективада үлкен табыс әкеледі. Және сен тіпті барлық біліміңмен айналысасың ба? Адамдар маған келгенде, мен оларға солай беремін. Сенің қалауың қаншалықты үлкен. Сен бір нәрсені шынымен өзгерткің. Оған қол жеткізгің келетіні қаншалықты шынайы. Сенің қолыңнан келгенше. Егер сенің қалауың күшті болса, шыдамдылық, соңына дейін жетуге ерік бар. Міне, сондықтан импульсивті. Міне, бастапқы нүкте, тілек. Бірақ тілек арманды өзгерту керек. Бұл арман. Егер сіз оған қол жеткізе алмасаңыз, ол сізге зиян тигізеді. Құмарлығы бар арман, үміт. Армандау өте маңызды. Білесің бе? Арман өте маңызды. Білесің бе? Армансыз өмір сүретін адам, ол санадан тыс өзін өзі айқышқа шегелеп қойған. Арманмен өмір сүретін адам, ол мүмкіндіктерді іздейді. Оның арманы бар адам, ол өз арманында өмір сүреді. Оның оң энергиясы, жағымды эмоциясы және ең бастысы үміті бар. Арманы бар, үміті бар. Үміті бар, руханилығы бар. Пессимистер, руханилығы жоқ, ал үміт руханилығы бар. Енді арман, мысалы, мен бақытты болуды армандасам. Мен бақытты болуды армандаймын. Мен бай болуды армандаймын. Мен жақсы әке болуды армандаймын. Бірақ бұл арман, назар, бұл арман мақсатқа айналу керек. Бұл үшінші қадам. Бұл арман мақсатқа айналу керек. Бұл арман мақсатқа айналу үшін, бірақ арманның мақсаттан айырмашылығы неде? Иә, міне, осы аймақта көптеген адамдар өз арманын жоғалтады деп айтуға болады. Олардың арманы мақсатқа айнала алмайды. Олар оны жоғалтады. Олар армандай береді. Ал арман, ол әрекетсіздік аймағы, яғни не істеріңді білмейсің. Сен тек отырасың, елестетесің, армандайсың, күтесің. Сен пассивтісің. Басқаша айтқанда, сенен кетпейді. Яғни әрекет. Сен жай ғана қолайлы жағдайды күтіп тұрсың. Егер кенеттен біреу саған киноға билет берсе, бұл жақсы, киноға кетті. Бірақ сен киноны армандайсың, күтесің. Егер біреу сыйламаса, айтасың, ой, тағдыр емес. Жай ғана арман. Арман, назар аудар, әрекетсіздік аймағы. Сен жай ғана әрекетсізсің, өмір сүресің, пассивтісің. Бірақ оны мақсатқа айналдырсаң, мақсат әрекет ету аймағы. Назар аударыңызшы, арман, әрекетсіздік аймағы, мақсат әрекет ету аймағы. Енді арман ажайлылық аймағы, ал мақсат ыңғайсыздық аймағы. Ыңғайсыздықты бәрі бірдей жақсы көрмейді. Ол әрқашан тұтас, кезең ыңғайсыздық аймағы. Енді назар аударыңыз. Арман өзгеріс бермейді, шабыт береді. Арман шабыт береді. Бірақ мақсат өзгеріс береді. Өйткені өзгеріс әрекет бар жерде болады. Өзгеріс жоқ, жерде әрекетсіздік болады. Кез келген сіздің өміріңіздің параметрлері,
Кез келген сіздің өміріңіздің параметрлері. Өзгеріс жоқ жерде, сіз сол жерде әрекетсізсіз. Егер сіз көптен бері сол жерде болғыңыз келсе, білмеймін, фигураны ретке келтіріңіз. Егер сіз ұзақ уақыт бойы денсаулығыңызды қаласаңыз, тәртіпке келтіру. Егер сіз ұзақ уақыт бойы қаласаңыз, онда қатысты бұл сіздің өміріңіздің параметрлері әрекетсіз, сондықтан ешқандай өзгеріс жоқ. Қайталаймын, өзгеріс жоқ жерде әрекетсіздік болады. Сондықтан өзгеріс жоқ. Міне, енді назар, келесі маңызды нәрсе. Арман. Арман, ол шабыттандырады. Бірақ психологиялық тұрғыдан сізге зиян тигізбейді. Және мақсат өзгеріске, кез келген өзгеріске, кез келген өсуге әкелетіндіктен ол ауырады. Кез келген биіктік, кез келген рухани, адамгершілік, физикалық даму, ол ауырады. Ол талап етеді табандылық, ол талап етеді ерік, ол талап етеді мінез, ол талап етеді тәртіп. Ол шын мәнінде талап етеді тәртіп. Мен қазір балалар, мен сендердің анық болғаныңды қалаймын, тереңдігі, мұның бәрін іштей қабылдап, содан кейін беремін технология мақсат қою. Алдымен түсіну керек, адамдар неге үнемі мақсат қоймайтынын, жұмыс істемеу үшін, дамудың болуы үшін қараңыз. Өйткені ол ауырады, талап етеді ерік, талап етеді күшті мінез, төзімділік және адамдар бұған қабілетті ме? Әрине, қабілетті. Бәлкім, біреу бірдеңені түсінбеген шығар. Сондықтан, егер ол мұны қалай істеу керектігін түсінсе, ол бірден алға жылжиды. Сондықтан назар аударыңыз. Міне, енді арман, бұл өлшеусіз. Басты мәселе, неге арман жеделдетілген қарқынмен орындалмайды? Ол өлшеусіз. Мақсат, оны өлшеуге болады. Сөз өлшенетін, мен көлемі, саны, мерзімі бойынша өлшенетінін айтамын. Мақсат, ол уақыт бойынша анықталады. Ол өлшенетін, білмеймін, не пайызбен. Өлшемділік параметрлері неғұрлым үлкен болса, оған жету оңайырақ болады. Бұл мақсат. Қайталаймын, өлшемділік параметрлері неғұрлым үлкен болса, соғұрлым оңай болады жету, бұл мақсат. Түсіндің бе? Мұны түсіну өте маңызды. Міне, сондықтан біз арманды мақсатқа айналдырған кезде үлкенірек болуымыз керек параметрлері, өлшемділіктерді, үлкен параметрлерді жасау, әртүрлі өлшемділіктерді жасау. Сонда сіз оған жетуге кепілдік бересіз. Енді қараңыз, содан кейін мақсат жоспарды өзгерту керек. Мақсат жоспарды өзгерту керек. Ал жоспар тапсырмаларды, кішігірім тапсырмаларды өзгерту керек. Енді барлық алгоритмді берейік. Тілекті арманға айналдырамыз. Арманды мақсатқа айналдырамыз. Мақсатты жоспарға айналдырамыз. Жоспарды тапсырмаларға айналдырамыз. Бәрі. Қалай? Енді біз мұны істеп жатырмыз ба? Ең басты кедергі арманды мақсатқа айналдыратын жер. Мақсатты жазғанда 5 параметрді қолданасың ба? 5 параметр. Біріншісі өлшенетін шамалар бойынша, пайыздар бойынша, шамалар бойынша, көлемдер бойынша, немесе білмеймін, метраж және Екіншісі мерзім. Мерзімді белгілеуді ұмытпаңыз. Егер сіз мерзімді анықтамасаңыз, сіздің миыңыз оны әлі уақыт бар сияқты қабылдайды. Және сіздің ішіңізде студенттік синдром бар. Есіңізде болсын, студент. Біз бұрынғыдай, біз бірдей студенттер едік. Студенттік синдром қалай жұмыс істейді? Емтихан алдындағы соңғы күні бәрін тартып алады. Студенттер әрқашан бір түнді сағынады.
Тағы бір түн болар еді. Мен дайындалып үлгерер едім. Сондықтан мерзімі анықталуы керек. Мүмкін сіздің өміріңізде сіздің өміріңізде, ең болмағанда, өміріңізде осындай жағдайлар болған шығар. Ақыл. Бұл заттар ұзақ уақыт бойы тартылды. Сен жасағалы жатырсың. Әйтеуір тарт. Содан кейін бір сәтте сіз шешім қабылдадыңыз. Бәрі, ақырында мен осы аптада осы істі аяқтаймын. Сен қалай шешім қабылдадың? Сен бір аптада істедің. Сен бір аптада не істедің? 6 ай тартылды. Немесе кейде, мүмкін бір айда олар бір жылдан бері тартып келе жатқан нәрсені жасады. Неге? Өйткені сіздің миыңыз анықтады. Ми арнайы анықтады. Міне, біз мерзімін белгілейміз. Сондықтан мерзім өте үлкен рөл атқарады. Үшінші нәрсе қазірдің өзінде мақсат нақты болуы керек. Егер сіз айтсаңыз мен $10,000 тапқым келеді, нақты қай салада болуы керек? Сен суды сатасың ба? Сен бірдеңе істейсің бе? Қызметті сатасың ба? Сен киім сатасың ба? Әлде жалақыңды көтергің келе ме? Нақты болуы керек. Ми нақты емес кезде ол түсінбейді. Сенің миың оны тілмен нақты түсінгенде ғана осы мақсатты жүзеге асырады. Алгоритм оған түсінікті болғанда сенің жаның армандайды, бірақ оны логикалық түрде жүзеге асыру үшін ми түсіну керек. Мұны қалай істеу керектігін анықтау жолдары, ерекшеліктер. Төртіншісі, бұл шынайы болуы керек. Шынайы болу деген нені білдіреді? Бұл нені білдіреді? Сіздің миыңыз оны нақты деп қабылдауы керек. Назар аударыңыз. Өте маңызды нәрсе. Сіз өзіңіз үшін түсінуіңіз керек нәрсе. Өтінемін, бұл фактіні өзіңізге белгілеңіз. Сен тек сол мақсаттарға жетесің. Қайталаймын, сен тек нақты оқылған мақсаттарға жетесің. Түсіндің бе? Сен өзіңді шынайы деп санайтын мақсаттарға ғана қол жеткізе аласың. Сенің миың өзін шынайы деп санайтын мүмкіндіктерді көреді. Сенің достарыңа, немесе туыстарыңа, немесе бауырларыңа біреуге қандай да бір мүмкіндік айтылып, олар сені елеусіз қалдырған кездерің болды. Сенікі, керісінше, сені тоқтатуға тырысты. Мұның бәрі бос сөз, бәрі солай деп сендіруге тырысты. Жұмыс істейді. Бекер сен мұны істейсің, сіз бәрін жасайсыз, және сосын сен біреудің не істегенін көріп, ойладың, солай ма? Мен неге олармен ақылдасамын? Сенде мұндай жағдай өміріңде бір рет болған шығар. Білесің бе? Сен біреуге айтқаныңа ұқсайды, бірақ ол адам, оның миы бұл мүмкіндікті көрмейтіндіктен, соған сәйкес ол мұның бәрін елемеді. Есіңде болсын, адам түсінбегеннің бәрін елемейді. Адам түсіне алмағанның бәрін жоққа шығарады. Ол жай ғана ақымақтықпен жоққа шығарады. Өйткені, білесің бе, елемеу, ол үшін еңбек етудің қажеті жоқ. Сол үшін миыңды шаршатудың қажеті жоқ. Елемеу, шағымдану, пессимист болу, және білесің бе, бәрі хайт. Бірақ ол үшін шығармашылық қуат қажет емес, үлкен ақыл қажет емес. Оған кез келген адам қабілетті. Сондықтан көпшілігі мұны таңдайды. Қайталаймын. Сондықтан мақсат шынайы болу керек. Бұл сіз өзіңіз үшін де шынайы деп айтуға болатын мүмкіндіктерді көріп тұрғаныңызды білдіреді. Және сіздің миыңыз даму жоспарын ойлап таба алады, және сіз өзіңізді шынайы деп санайтын мақсаттарға ғана қол жеткізе алады. Қазір шындықта өсті. Шындықта. Мысалы, егер сіз қазір $1000 тапсаңыз, бәрін бірден қойыңыз, бір жылдан кейін мақсат қою, бір айдан кейін. Мысалы, сіз қазір айына $1000 табасыз, бірақ келесі айда бірден $10,000 табуды мақсат етіп отырсыз. Бұл мақсат шынайы ма? Ол шынайы, бірақ мерзімі ғана шындыққа жанаспайды.
Егер сіз оған бәс тіксеңіз, мысалы, қазір $1000 тауып жатсаңыз, бір айдан кейін 1200 немесе 1500 табыс табуды мақсат етсеңіз, бұл шындыққа жақынырақ болуы мүмкін. Бірақ, егер сіз бірден $1000 тіксеңіз, бірден $10,000, мен кепілдік беремін. Бұл шындыққа жанаспайды. Уақыт өте келе шындыққа жанаспайды. 1-2 жылдан кейін бұл шындық. Иә, 1-2 жылдан кейін бұл шындық. Басқаша айтқанда, спортзалға баратын спортшы 30 келі көтереді. Егер ол бір аптадан кейін бірден 200 келі көтеруді мақсат етіп қойса, бұл шындыққа жанаспайды. Керісінше оған зиян тигізеді. Енді міне, біреуін алайық өте үлкен екпін жасайды. Бұл жерде адамдардың көпшілігі бұзылады. Ол неге бұзылады? Олар бұл жұмыс істемейді деп ойлай бастайды. Өйткені олар уақыт бойынша шындыққа жанаспайтын мақсаттар қояды. Содан кейін ол орындалмаса, бәрін тастайды. Олар айтады, бұл касы жұмыс істемейді. Бірақ олар түсінбейді. Егер сіз дұрыс нәрсені істеп жатсаңыз, ол жұмыс істейді. Сондықтан, біз мақсат қою туралы сөйлескенде, бұл қатені жібергеніңізді қаламаймын. 5-ші нәрсе. Сондықтан, 4-ші көрсеткіш, бұл шындық. Мақсат нақты болу керек. Сіз оны сезінуіңіз керек. Бұл шынайы. Бұл өте маңызды нәрсе. Ал егер сіз кәсіпкер болсаңыз, сіздің командаңыз бар екенін есте сақтаңыз. Сіздің командаңыз нақты оқыған мақсаттарына ғана қол жеткізе алады. Егер сен мықты басшы болсаң, сенің ынта, сенің харизма, сол мақсаттың шындығын түсіну үшін оларға жеткізу керек. 5 нәрсе ең бастысы, бұл 5. Себебі өте күшті болу керек. Себебі неде? Себебі бұл сізге не үшін керек? Мағынасы неде? Мысалы, сен айтасың, мен қалаймын, менікі мақсат, мысалы, 2022 жылдың соңына дейін $100,000 табу. Неге? Себебі, салмақты себеп керек. Себебі салмақты болса, себебі сіз үшін маңызды. Сол кезде Құдай береді, және сіз оған міндетті түрде қол жеткізесіз. Неге? Міне, назар аударыңыз. Неге бұл себеп салмақты болса, себебі күшті болса, сіздің ішкі мотивацияңыз өте күшті. Сенде ішкі шабыт өте күшті. Мен сенімді түрде айта аламын, егер себеп күшті болса, сен ешқашан бас тартпайсың. Ешқашан. Қиындықтар болады, қателіктер болады, қиындықтар болады. Бірақ сіз бәрін жеңесіз. Бұл рас. Себебі күшті. Мен бір кездері Ричард Брэнсонмен кеңескенімде, бұл миллиардер. Ол кезде менің 12 компаниям бар еді. Мен азапталдым. Менде көптеген мәселелер болды. 12 компанияның 3-і түсініксіз жағдайда болды. Олардың тағы 3-і берді келді. Олардың 6-і ұрпақ, қалыптасу кезеңдері және т.б. болды. З команда жетіспеді. З ақша жетіспеді. Мен жай ғана азапталдым. Мен оның 400-ден астам компаниясы бар екенін көрдім. Мен оған кеңес алу үшін бардым. Мен кеңес алған кезде, мен оған сұрақ қойған кезде, мен мұнда олар жасай алатын компанияны қалай құруға болатынын білдім. Мен оның құрамында 100-ден астам компания бар холдинг құрғым келеді. Солай ма? Мен мұны жасағым келеді. Бұл менің мақсатым. Және мен қалаймын. Сен қалай миллиардер болдың? Оны не ұсынасың? Оның бірінші жауап бергенін білесің бе? Ол, сенде өте жақсы себеп болуы керек, деді. Сен неге осылай болғың келеді? Себебі неде? Мен ол кезде қатты ойлайтынмын. Бұл сіздің мақсатыңыз болса, бірақ сізді сергек ұстайтын себебіңіз болса дегенді білдіреді. Сізді шабыттандыратын себеп, сізді ынталандыратын себеп. Онда сіз бұл мақсатқа міндетті түрде жетесіз. Құдай береді. Сөзсіз жетіңіз. Сен оған ерте ме, кеш пе жетесің. Сондықтан себеп өте керемет болуы керек.
Керемет себеп. Түсіндің бе? Өте керемет себеп керек. Мынау. Білесің бе? Міне. Сізді ынталандыратын себеп сіз үшін маңызды. Қазір адамдар менен кейде сұрайды. Довлатов, сіз қалай мақсат қоясыз? Немесе, мынау, мен саған осылай айтамын. Жалпы, сіз қызмет бағытын қалай таңдайсыз? Мен сізге айтайын, мен қызмет бағытын екі көрсеткіш бойынша таңдаймын. Біріншісі мен үшін маңызды. Бұл маған тұрарлық. Ол мен үшін шынымен маңызды. Она реально важна для меня. Екіншіден, бұл халық үшін де, Құдай үшін де пайдалы. Қайталаймын. Мен үшін маңызды, халық үшін де, Құдай үшін де, мемлекет үшін де, басқалар үшін де пайдалы. Яғни қоршаған ортаға пайдалы. Міне, осы екі көрсеткіш дұрыс бағыттарды таңдауға көп көмектеседі. Енді қайта оралайық, мақсаттарды қалай қою керек? Жарай ма? Солай істе. Биыл соңынан бастайық. Әрқашан идеядан баста соңғы нүкте. Әрқашан бастаңыз жоспарланған немесе мақсатты қалыптастыру, негізге ала отырып, итермелеу. Яғни, соңғы нүктені, идеалды суретті, соңында сіз қалаған нәрсені, ең соңында не алғыңыз келетінін, ең соңында. Осыдан баста. Бар, яғни біз ең соңы туралы түсінікпен бастаймыз. Сондықтан, жыл соңына дейін өміріңізде не қалайтыныңызды елестетіп көріңіз. Және оны әртүрлі параметрлерге бөліңіз. Әртүрлі параметрлер. Параметрлері бойынша бөліңіз. Бірінші параметр. Ең бірінші параметр – денсаулығыңызды алыңыз. Сіздің денсаулығыңыз. Жылдың аяғында қандай денсаулық алғыңыз келеді? Бұл маңызды. Сен оны өзіңнің фигураларыңмен белгілей аласың. Сонша килограмм көтеру керек пе? Әлде бірнеше минут жүгіру керек пе? Әлде бірдеңе білмеймін бе? Білмеймін. Міне, өлшенетін көрсеткіштер. Екіншіден, сіздің параметрлеріңіз, сіздің дағдыларыңыз. Жыл соңындағы ең күшті параметрлер. Сіз не істей алғыңыз келеді? Не білгіңіз келеді? Бұл екінші параметр. Өмірдің бір жылы өтті деп елестетіңіз. Міне, жылдың басы, сен басқа адам едің. Жылдың соңы қандай болғың келеді? Иә. Міне, сен не істегің келеді? Нені білгің келеді? Мысалы, кейбір тілдерді үйрену немесе сол жерде қандай да бір дағдылар, яғни команда құру дағдылары, сол жерде дағдылар, білмеймін, сол жерде қандай да бір бағдарлама, сол жерде бизнесті автоматтандыру немесе сол жерде бір нәрсе, білмеймін, маркетинг немесе басқа нәрсе, және маркетинге или что-то и так далее, и так далее, и так далее. Және тағы басқа. Үшіншісі параметр сіздің табысыңыз. Сіздің табысыңыз. Жылдың аяғында қанша табыс тапқыңыз келеді? Бұл үшінші параметр. Жылдың аяғында қанша табыс тапқыңыз келеді? Міне. Жаз, цифрды жаз, жылдың аяғында қанша табыс тапқыңыз келеді? Мен қазір тек параметрлерді айтып жатырмын. Балалар, жарай ма? Параметрлер. Қай бағытта? 5 және параметрлер. Яғни бұл сатып алу. Яғни төртінші параметр сатып алу. Сен биыл не алғың келеді? Мүмкін көлік, мүмкін үй және егер сіз осы параметрлердің барлығын қарасаңыз, олар сіздің өміріңіздің сапасына әсер етеді. Олар сіздің өміріңіздің сапасына нақты әсер етеді. Біз сіздің өміріңіздің сапасын 10 есе жақсарту үшін осы жылы белгілі бір мақсатқа ие болғаныңызды қалаймыз. Сондықтан, міне, төртінші сатып алу, бесінші қайырымдылыққа. Яғни мен осы жылы қанша қайырымдылық жасағым келеді? Қайырымдылық сіздің ішкі әлеміңізді шынымен өзгертеді. Сіздің ішкі әлеміңізді түбегейлі өзгертеді. Мен қанша адамға көмектескім келеді, немесе қанша көмектескім келеді? Қайырымдылық туралы жазғандарыңыз өте маңызды. Иә, бесінші параметр қайырымдылық. Мысалы,
Қайырымдылықта қалай жазуға болады? Биыл, яғни 2020, айталық, 22 жыл, мен мұндай соманы мүгедектерге немесе мүгедектерге беремін. Интернат, немесе бір нәрсе үшін. Және сен өзің жазасың. Мен қазір олардың әрқайсысы үшін әлі де мақсаттың жазба құрылымын көрсетемін. Міне, цифрды жазу керек. Бұл өте керемет көмектеседі, балалар. Алтыншы бағыт. Мен осы жылы отбасыммен барғым келетін саяхат. Өйткені біз өз бақытымызды нығайтуымыз керек. Мен биыл отбасыммен барғым келеді. Бұл өте маңызды. Неге оның орнына менің отбасым бар? Дәл сіздің қарым-қатынасыңызды нығайту, отбасылық бақытыңызды нығайту. Оны тікелей бекіту үшін, білесіз бе, бұл өте маңызды нәрсе. Міне, осы параметрлердің барлығында сізде 6 параметр бар. Енді мақсаттарды жазып көріңіз. Жарай ма? Алдымен мақсаттарды жаз. Сізде әр параметр үшін 2-3 мақсат болуы мүмкін. Әр бағытта 2-3 болады. Мысалы, табыс бағыты. Осылай жазу керек шығар. Мен осылай жазамын. Осылай жазуыңызды өтінемін. Ең басында жаз, сонда Құдайдың еркі әлі де бар. Сәттіліктің сәті есіңде ме? Есіңде ме? Мен саған сәттілік бар дедім. Бірақ, егер сен оны түсініп, қолдануға дайын болсаң, мен басында қалай жазамын? Әлі, біз мұсылмандар осылай жазамыз, әлі. Ал христиандар иә деп жазады. Құдай, мен солай жазамын. Және, мысалы, сіз осылай жаза аласыз делік. Тағы 2022 жылы менің жылдық табысым сонша. Менің жылдық табысым да солай. Және сіз қандай кәсіппен айналысатыныңызды жазасыз. Бизнес. Мысалы, мен әдетте былай жазамын. Алшыла, менің парфюмерия саласындағы жылдық табысым сонша. Мен санды жазамын. Содан кейін, төменде мен бір нәрсені істеудің себептерін жазамын. Өтінемін. Дәл осылай жаз, Құдай береді. Менің жылдық табысым, ерекшелігі, мұндай бизнесте осындай сома бар. Мен мұны істейтін едім. Бірдеңе, онда. Мен сенімді түрде айта аламын. Егер сіз дәл осы тұжырыммен жұмыс істесеңіз, Құдай береді. Сіз жылдың соңында боласыз. Шок. Бұл қалай жұмыс істейді? Сенде қазір бұл ресурс бар ма, жоқ па деп ойламау керек. Бұл туралы ойланудың қажеті жоқ. Сен ең биікке сенесің. Сен оны оған қалдырасың. Сен өзіңе тәуелді нәрсені істеуің керек. Міне, бұл өте маңызды. Мысалы, сенің басқан мақсат бұл. Басқасы сізде қандай мақсат болды, біз сөйлестік. Сатып алу. Сіз жазасыз. Тағы 2022 жылы мен өзіме Марк сатып аламын. Марктың машинасы осындай арманды жүзеге асыру үшін. Және т.б. Жаз, себебін міндетті түрде көрсету керек. Жаз. Және әрқашан өз мақсатыңның алдында, Құдай қаласа жаз. Жылдар бойы менің жұмысымда дәптерім бар. Енді дәптерімді табамын. Мен саған көрсеткім келеді. Тіпті мен қазір көрсетемін. Менің тетрадам осында. Мен бұл дәптерді үнемі өзіммен бірге алып жүремін. Мен оны қазір табамын. Мен оларды кейін үнемі осылай атаймын. Мына тармақтарды қараңыз. Мен оны кейін үнемі атаймын. Үнемі. Өйткені әлі күнге дейін осындай және осындай күнге дейін осындай. Менің бизнесім осындай әкеледі, келді. Және тағы осындай күнге дейін мен осындай
пишу постоянно. Вот они. Я пишу. Мен үнемі жазамын. Міне, олар. Мен жазамын. Мен мұны үзіліссіз жасаймын. Алдымен мұның бәрін жазу керек. Алдымен жазу керек. Мысалы, саяхат отбасымен. Вместе с семьей путешествие. Иншаллах. Сен 2022 жылы шату жазып жатырсың. Мен сонда барамын. Білмеймін. Доминикан Республикасы балаларыма әлемді көрсету үшін менің отбасым. Немесе шоло емес. Немесе Құдай береді. Құдай береді. Кімге осылайша? Тамызға дейін 2022 жылы отбасыммен бірге барамын. Сол жерде, бір жерде, Тайванда немесе сіз қалаған жерде, Америкада немесе сіз қалаған жерде, Байкалда немесе кез келген скаф елінде немесе қалаған жеріңізде жазыңыз. Бірінші нәрсе басталады. Мақсаттарды жазғанда 5 көрсеткішті есте сақтаңыз. Оның шынайы болуы үшін назар аудару керек. Ал қазір және бұл мақсаттар. Иә, Мальдив аралында және содан кейін бұл мақсаттар. Өтінемін, іс-қимыл жоспарын жасаңыз. Және іс-қимыл жоспарын 1 жылға, айға таратыңыз. Сондықтан сізде жол картасы бар. Осы айда не үйрену керек? Шамасы, тамақтану кезінде деп жазды 90. Яғни мен ағылшын тілінде сөйлей аламын. Мысалы, немесе 1 жылға және тәрісті. Немесе сол жерде үйрен. Цифрлық маркетингті орнатуды немесе сол жерде бірдеңе орнатуды және білмеймін. Команда құру немесе маусым айы 2022 жылмен команда құрамын. Бұл не? Олар осындай және осындай пайда әкелуі мүмкін. Және егер сен мұның бәрін түсінсең, бәрі осы егер сен түсінсең, оған жоспар құрып, жоспарды айларға бөлу керек. Ең бастысы, алдымен назар аудару, үйрену дағдылар. Сен біреу болуың керек. Сен басқаша болуың керек. Мысалы, 50 кітап оқы. Онда 200 сағаттық тренингтерге бар. Бұл жоспар бар. Жоспар. Осындай тәлімгер тап. Жоспар құрып, соған сай әрекет ет. Қымбаттыларым, сен анда-санда мақсатыңа қарайсың. Бірақ кішкентай қадамдармен жүр. Әрқашан жақсы, керемет қой мақсат, бұл сізді ынталандырады. Бірақ күн сайын бір нәрсеге қол жеткізіңіз. Күн сайын бір нәрсеге қол жеткізу керек. Мен адамның күн сайын қол жеткізетінін байқадым. Кішкентай мақсаттар, кішкентай нәтижелер күн сайын жетеді. Бұл соншалықты шабыттандырады. Сіз тіпті елестете алмайсыз. Бұл өте мотивациялық. Керемет мотивация. Менің дәптерім бар. Онда мен әр кеш сайын кем дегенде 5-тен 10-ға дейін жазамын. 5-тен 10-ға дейін мен бүгін не істедім? Мені мақсатыма жақындатады. Бірақ мұны күн сайын 5-10 әрекеттен жасау керек. Нәтижесінде бүгін сіздің мақсатыңызға жақындататын нәрсе жасалды. Мысалы, 20 беттік кітап оқыды, 10 кездесу өткізді, $500 жинады немесе сол жерде 2 деп айтайық, келіссөздер жүргізді және содан кейін бір сатушыны оқытты немесе сол жерде бір менеджерді жалдау немесе сол жерде жаңа өнімді енгізу, бірдеңе әзірлеу және бірақ есіңізде болсын, сіздің жетістігіңіз күніне қанша нәрсені аяқтағаныңызға байланысты. Орташа есеппен күніне кем дегенде 6 тапсырманы орындау керек. Егер сіз күніне 6 тапсырманы орындасаңыз, мен сізді болашақ өте табысты адам деп сенімді түрде айта аламын. Күніне 6 тапсырманы орындаңыз. Мүмкін сізде 20 тапсырманың тізімі бар шығар. Бұл әрқашан жұмыс істемейді. Егер тізім үлкен болса, және сізде бәрін жасауға уақыт болмаса, бұл сізді демотивациялайды. Екі нәрсе сізді демотивациялайды. Егер сіз күніне үлкен тізім жазсаңыз, және ештеңе аяқталмаса, екінші күн 5-ке тең, үшінші күн 5-ке, яғни мүлікке, сол жерде. Сенің миың үнемі алға артқа ауысады. Сен тиімсізсің. Ал, айталық, екінші нәрсе сіздің мотивацияңызды түсіретін нәрсе.
Егер сіз үлкен мақсат қойсаңыз, бірақ оған жақындауды, жоспарлауды білмесеңіз, үлкен мақсат қойғанда, жылына $100,000 табамын деп айт, бірақ оны кішігірім мақсаттарға бөлуді, қадамдарды білмейсіз, ойлап табу, оған жету. Сізде қандай да бір мақсат жазған кездеріңіз болды, бірақ бұл мақсат орындалмады. Керісінше, менікі болды. Бірақ бұл мақсат неге орындалмағанын білесіз бе? Ол орындалмады. Себебі мақсат қол жетімсіз, немесе жаман болғандықтан, жоспарлай алмағандықтан, оған қалай жетуге болатынын көрмедіңіз. Мәселе дәл солай болды. Сондықтан сіз қадамдарды бояй алмадыңыз. Сондықтан мақсат қойғанда мақсаттарды бөлу өте маңызды. Мысалы, егер сіз мақсат қойсаңыз, және тағы 2022 жылы мен табыс тапсам, менің жылдық табысым $100,000 құрайды. Сондықтан ол жерде мен өз бизнесімді ашуды немесе, сол жерде бизнесімді кеңейтуді немесе бірдеңе істеуді білмеймін, және etc. Және оның мақсаты бойынша оны айларға бөлу керек. Содан кейін оны бір аптаға бөліп, кішкене қадамдармен жасау керек. Есіңізде болсын, кішкентай мақсатқа жету сізді керемет түрде ынталандырады және ква мақсаттарға жақындатады. Сен чемпионға айналасың. Чемпион кейін шығып, титулды алу үшін күн сайын жаттығады. Ұстап алдың ба? Бұл чемпионның рухы. Чемпион армандағаны үшін чемпион болмайды. Чемпион болады. Өйткені оның ішінде шешім қабылдады, әрекет етеді, және тәртіп күн сайын. Немесе бұл, немесе басқа жолмен, тамшы су әсері, тұрақтылық. Басқаша айтқанда, шеберді қарапайым адамдардан ерекшелендіретін нәрсе, шебердің күн сайын тынымсыз бірдеңе жасауы, оны шеберлік пен кәсібилікке, чемпионға жақындататын нәрсе, күн сайын. Жарай ма? Демек, 6 параметр бойынша, осы 6 параметр бойынша мынаны істе. Олардың әрқайсысына жаз. Мен дәл қазір осылай айттым. Мысалы, Құдай қаласа, 2022 жылдың соңына дейін менің жылдық табысым сонша болады. Сосын сол сияқты. Менің де, яғни менің айлық табысым осыншама бизнесте осындай соманы көреді. Яғни, қандай да бір нақты бизнесте бір нәрсені істеу керек. Мысалы, 2022 жылдың соңына дейін мен осындай соманы жасаймын, қайырымдылық, және соманы жаз. Бұл сізге өте жақсы көмектеседі. Бірақ бәрібір мұны істеу керек. Міне, егер сіз мұның бәрін жасасаңыз, сіз өз өміріңізді түбегейлі өзгертесіз, және сіз өз өміріңізді және басқа адамдардың өмірін, көп нәрсені әкелесіз. Жаңа, мен сені құшақтаймын. Жаңа кездескенше, саған сәттілік тілеймін. Айтқан параметрлері бойынша мақсат қой. Құдай саған әлі де береді. Бәрі ойдағыдай болады.